Сәлем достар, бүгін біз 2025 жылы шыққан «Дожить до рассвета» фильміне шолу жасайтын боламыз. Бұл жай ғана қорқынышты фильм емес. Жоғалған әпкесін достарымен бірге іздеуге шыққан Кловер тылсым оқиғаларға тап болады. Жолда дүкеншіге әпкесінің суретін көрсетеді. Дүкенші бұл қалашықта көптеген адамдардың жоғалғанын баяндайды. Достарымен бірге жолға шығып, жол бойы жаңбыр тоқтамастан жауып тұрады. Тек тастанды үйдің айналасына ғана жауын жаумайды. Барлығы үйге кіріп, тек Кловер ғана сыртта қалады. Түн. Сырттағы көлікте біреу барын байқайды. Подвалға түскен соң, оларды кезек-кезегімен өлтіре бастайды. Кловер мен жанындағы құрбысы тығылмақ болғанымен, құбыжық оларды бәрібір тауып алады. Ең қорқыныштысы бұл түннің қайталана беруі. Оқиға шиеленісті. Бөлмеден жоғалғандардың ішінен өздерін көреді. Жаңа өмір, жаңаша өлім, жаңаша құбылыс. Кловерді тылсым күш ескі үйге әкетеді. Ол үйде ведьма мыстан Кловерді құбыжыққа айналдырмақшы болады. Артынан Кловердің жігіті барады. Ол Кловердің қолынан қаза табады. Достары қашпақ болғанымен, құбыжық бәрібір оларды ұстап өлтіреді. Тағы да уақыт, жаңа өмір, жаңаша өлім. Шөлдеген олар раквинадағы суды іше бастайды. Және ол су келесі ажалдары еді. Уақыт, жаңа өлім. Кловер бұның артында дүкендегі кісі тұрғанын байқайды. Таспадан бұлардың алдында жоғалған адамның құбыжыққа бірте-бірте айналғанын байқайды. Түн жалғасып, құбыжық қайта оларды өлтіре бастайды. Уақыт тұйығына қамалған түн, өлім мен үрейге толы шеңбер. Адамдық бейне жоғалып, құбыжық іштен шыға бастайды. Бұл адамдық қалпындағы соңғы түн болуы мүмкін. Алдыңғы түндерде телефонға түсіп қалған бейне жазбаларға шолу жасайды. Ода дүкенші видеоға түсіп қалған. Және араларындағы қытайлық қыздың жоғалуы да соған байланысты еді. Олар өздері айқасуға шығады. Күрес басталды. Олардың бұл түннен аман шығуы мүмкін бе? Әлгі қытайлық қызды құбыжықпен бірге камерадан табады. Кілтті іздеу барысында дүкеншімен көріседі. Оның шайына құбырдағы улы судан тамызады. Оны ішкен бойда ол өледі. Құрбысын құтқарып, туннелден аман есен қашып шығады. Түн аяқталып, күн шығады. Жаңбыр да сейіліп, елдеріне қайта оралады. Жолы ұнаған болса, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, коммент, лайктарыңызды аямаңыздар.